Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан денелері. Сабақтың мақсаты мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру және жазбасы жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Аспан әлемі, жұлдыз, құпия, қозғалыс, бақылау, аспан денесі, шексіз, көлденең жатқан, шашырап төгілген, ақшыл жолақ. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Суретке қарап, сұрақтарға жауап бер. Суретте не бейнеленген? Сен түнде аспанға қарап көрдің бе? Сен жұлдыздарды бақылайсың ба? Қандай аспан денелері мен жұлдыздарды білесің? Жұлдыздар қозғала ма? Жақсы ойланған болсаңыздар, сіздердің де жауаптарыңыз ықтимал жауапқа сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі тапсырмада сұраққа жауап бере, түнгі аспан мен күндізгі аспанды салыстырып жазыңыздар. Жарайсыңдар. Олай болса, ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Келесі үшінші тапсырмада мәтінді тыңдаңыздар. Содан кейін өздеріңізде бірнеше рет оқып шықсаңыздар болады. Алуа аспан әлемінің құпиясы туралы көп оқиды. Ол жұлдызды аспанды ұнатады. Түнде жұлдыздарға ұзақ қарайды. Аспан әлемінің құпиясын білгісі келеді. Жұлдыздардың қозғалысын бақылайды. Соны білетін Зере. Алуа, осы жұлдыздар неден тұрады деп сұрады. Алуа: Зере, ғалымдардың айтуынша, жұлдыз газдан, плазмадан тұрады. Өте күшті қызған жұлдыздар жарық шығарады. Күнде жұлдыздар да аспан денелері. Күн жерге жақын, сондықтан күн үлкен болып көрінеді. Жұлдыздар жерден өте алыс орналасқан, сондықтан жұлдыздар өте кішкентай болып көрінеді. Телескоппен қарағанда жұлдыздар нүкте сияқты. Зере, біздің галактика шексіз. Аспанда қанша жұлдыз бар екен? Оның санын ешкім білмейтін шығар? Алуа: біз түнде аспаннан 6000-дай жұлдызды көреміз. Біздің галактикада жай көзге көрінбейтін 200 миллиардтай жұлдыз бар. Ол жұлдыздарды күшті телескоппен көруге болады. Аспанда көлденең жатқан, шашырап төгілген сүтке ұқсас ақшыл жолақ жұлдыздар шоғыры бар. Бұл жолақты қазақтар құс жолы деп атайды. Зере: Алуа, сен аспан әлемі туралы көп біледі екенсің. Болашақта астроном болатын шығарсың. Сені тыңдаудан жалықпаймын. Рахмет. Бұл мәтінді тағы да бір оқып шықсаңыздар. Төртінші тапсырмаға көшейік. Суреттерді сөйлемдермен сәйкестендіріп, мазмұн желісі бойынша оқы. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі жазылым айтылым тапсырмасында сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіріңдер.
Бұл тапсырманы да ойдағыдай орындады деп ойлаймын. Олай болса өздеріңді тексеріңдер. Келесі 6-шы тапсырмада мәтіннің мазмұны бойынша алдарыңыздағы 13 сұраққа жауап беріңіздер. Бұл сұрақтар сіздердің мәтіндеріңіз бойынша. Керемет. Өздеріңізді тексеріңіздер. Жетінші тапсырмаға келек. Жетінші тапсырма жазылым, айтылым тапсырмасы. Жақшадағы сөздердің ішінен дұрыс нұсқасын тауып, сөйлемді толықтыр. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Келесі 8-ші тапсырмада сөздікті пайдаланып, мына берілген сөздердің синонимдерін табыңыздар. Керемет. Өздеріңізді тексеріңіздер. Достар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.